Ал балалар, біздің шеберханамызға қош келдіңдер. Енді барлығымыз бір-бірімізге көңіл күй сыйлап, амандасып алайық, иә? Ал бастайық. Мейірімді жүрекпен, ақпейілді тілекпен, амандасып алайық, бір жағынан қалайық. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсің. Қандай сурет жасырылған? Маған тауып айтып бере қойыңдар. Қарамыз. Таяқшаны көлденең ұстаймыз, Зарихан. Таяқшаны былай көлденең ұстап, қарамыз, е? Қыра қойыңдар. Сосын күні. О, тамаша балалар, кімге қандай құстар шықты? Айтыңдаршы, кәне. Кімге қарлығаш? Қарлығаш, дұрыс айтасың, қарлығаш. Ол жылы құсы, я, дұрыс айтасың. Мәриям, сенде қандай құс шықты? Үйрек, я? Я, көрсете апайға. Үйрек, аға, Айса, кім? Служан, сенде қандай шықты? Кәне, көрсете қой. Сенде? Айта қой. Қандай? Я, жігер, сенде қандай? Аяғы ұзын, бұл қандай құс? Құс шықты. Суық торғай, ол торғай. Бізде қыстап қалатын торғайдың бірі, я? Жарайсың, ол түсі қандай екен? Қызыл, я, қара түс араласқан, я, өте әдемі, я? Ол қандай немен жасалған, қандай әдіспен жасалған? Біз алып жақтық, туған жерінің жақтық, я? Оның үстіне тағамды тұз сеуіп, әдемі құсты шығардық, я? Енді осыған әдемілік, сұлулығын енгізу үшін рең берейік, я? Енді осы жұмысқа кірісейік. Балалар бірінші жұмысқа кіріспес бұрын біз қауіпсіздік ережесін тыңдап алайық мұқият, я? Денемізді тік ұстаймыз, орындыққа тігінен жайғасып отырып аламыз. Денемізді тік ұстаймыз. Балалар қылғаламды бұлай жанымыздағы көршімізге серінуге болмайды, я? Жылдам қимыл жасауға болмайды. Өте ұқыптылықпен мұқият жұмыс жасаймыз. Жақсы ма? Батырып аламыз да тигізу арқылы суретті саламыз. Шығып жатыр, я, барлықтарында балалар. Түстерді қай жерде қандай түс қолданатынымызды мұқият қараймыз, я? Мына жерде. Су жасам, өзі тигізсең, өзі. Солай тигізіп шығады. Бояу аз болса, тағы да езіп ал. Демі салды, я, жұмысы? Айса, әдемі шықты, я? Бізде қыстап қалатын құс екен, я? Енді балалар, біз оған адамдар қандай қамқорлық жасай аламыз? Айтыңдаршы? Жем береді. Өте дұрыс айтасыңдар, жем беріп тамақтандырамыз, я? Күн суықта торғайлар тоңып қалмас үшін біз оларды қолдан тамақтандырамыз, я? Оларға қандай тамақтар береміз? Жем береді, жігер, дұрыс айтады. Жем береді. Дұрыс айтады, Әлихан, нан береді. Тағы не береміз? Тағы не береміз? Жемшік, дұрыс, жидек, дәнді дақылдармен қоректендіреміз. Жарайды, ендеше балалар, біз мұнан торғайларды қараңдаршы, мына жерде не көріп тұрсыңдар? Мынау не нәрсе? Мынау не нәрсе? Жем сауыт, балалар. Жем сауыт. Олар қараңдаршы, екі торғай, біздің суық торғайлар жем сауытты қарап, тоңып отыр екен бұл жерде. Тамақтары жоқ екен. Ендеше балалар, біз торғайларымызға дәнді дақылдарын жасап берейік. Жүріңдер, ендеше балалар, біз шеберханамызға барып, дәнді жаққа келдік. Картоп, өте дұрыс айтасыңдар. Картоп және гуаш, қылғалам бар екен. Балалар, дәнді дақылдарды салу үшін біз картопты қазір қолданамыз. Мына жағында картоптан ойылған жидектің суреті бар, е? Мен сендерге қазір ойып бастырып көрем, сендер соны менен қайталай отырып, торғайларымызға жидек жасап береміз, жарай ма? Біз жидектің суретін аламыз. Қараңдар балалар, Дария, міне, жігер, міне, осылай бастырамыз, е? Тағы да бір рет бастырып жіберейік балалар, е? Сонда әдемі сурет шығады, міне. Жігер, осылай, сен де осылай бастыр. Апарып, торғайларымызды қоректендірейік, е? Тамақтыр балай. Алақанымызды жайық, е? Жұдырық, алақан. Бір қолымда қайшы, бір қолымда қылғалам.
қайшымен қағаз қиямыз, қаламмен сурет саламыз. Жарайсыңдар балалар. Иә? Міне қазір мен ашып көрсетемін сендерге, иә? Біз қолданып жүрген ермексазға қарағанда, бұл ермексаз өте жеңіл, иә? Реңктері әдемі, түстері бар, иә? Көрінген жерге жабысып, қолымыз былғанбайды, иә? Қараңдар. Илеуімізге өте көнгіш, иә? Әдемі түстері бар. Біз қазір осы құстың ұясын осы арқылы жасаймыз, иә? Қолымызға салып, есіп аламыз, иә? Мына суретте қараңдаршы балалар. Ұяның астын көмкеруге болады, әдемілес осы құстың кіретін есігі бар, соны жасаймыз, иә? Енді қараңдар балалар. Осы ермексазымызды осыған орналастыру арқылы, мына дайын үлгімізге орналастыру арқылы саусағымызбен бастырамыз, иә? Саусағымызбен бастырып шығамыз. Тұра тұрыңдар, қазір көрсетіп берейін мен сендерге. Содан кейін балалар тағы да құстың есігін жасаймыз, құстың үйінің, құстың ұясының есігін жасаймыз бұлайынан, иә? Қолмен бастыра отырып, домалақтап бір үлгіге, шеңберге келтіріп жасаймыз, иә? Содан кейін қараңдар, Мариям, шанышқының көмегімен әдемі бір узорлар саламыз, иә? Бізге бұл жерде пышақтың, стеканың ештеңе қажет емес, өйткені ермексаз қолымыздың илеуіне көне бірінші келтіріп аламыз. Әлихан бірінші келтіріп аламыз. Алдың алады. Мариям, қатты бастырмай, сен? Жоғайға апарып илейік, иә? Қане, әкеле ғой. Қараңдаршы балалар, қандай әдемі жұмыс жасадыңдар, иә? Келе қойыңдар, кел, әжерге тұралыңдар. Жарайды, келе ғой. Әлихан, әкеле ғой. Тұрған жұмыстар өте ұнады маған. Біз бүгін торғайларға қамқорлық жасадық. Не жасадық? Айтыңдаршы. Не жасадық? Ұя жасадық. Дұрыс. Содан кейін тағы не жасадық? Ұясын жасадық. Сосын кейін жемін жасадық. Дұрыс айтасыңдар. Сосын тағы не істедік? Торғайдың суретін салдық. Дұрыс айтасыңдар. Сабақ сендерге әрекетіміз сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар, сендердің әрекетке қатысқандар маған да ұнады. Кәне ендеше балалар саусағымызды көрсетіп, әркім өз көңіл күйін көрсетіп қойсын. Жарайсыңдар. Көп рахмет.